Сәлеметсіңдер ме балалар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. 109-шы сабақ дара және күрделі етістік. 20-шы жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Бізде кестеде дара етістік және күрделі етістіктер берілген. Дара етістіктер тек қана бір сөзден құралады, ал күрделі етістік 2 немесе 3 сөзден жасалады. Мысалы, дара етістікке берілген сөздер оқыды, ұшты, жүзді, күлді, ұстады. Бір сөзден жасалған. Күрделі етістіктерге берілген мысалдар оқып отыр, ұшып бара жатыр, жүзіп жүр, күліп отыр, ұстап алды. Яғни 2 немесе 3 сөзден жасалған. 2 дара және күрделі етістікке де не істеді, қайтты деген сұрақтар қойылады. 21-ші жаттығу. Әңгімені тыңда. Жаралы үйрек. Әсет қармақ салып үнсіз отыр. Кенет гүрс етіп атылған мылтық дауысы оны селт еткізді. Маңайда жан жоқ еді. Сол кезде арғы беттен бір топ үйрек дүр етіп жоғары көтерілді. Әсет енді байқады. Топ үйректің біреуі ұша алмай су бетінде қалыпты. Бергі жағаға жетуі екі талай. Біраздан соң жаралы үйрек әлсірей бастады. Оны байқаған Әсет суға күмп берді. Жүзіп барды да үйректі судан алып шықты. Жаралы үйректі үйіне әкелді. Күтімге алды. Біраз күннен кейін үйректің қанаты жазылды. Ұшатын халге жетті. Әңгімеге құрылған жоспарды жалғастыр. Бірінші жоспар бізде берілген Әсеттің қармақ салуы. Арғарай жалғастырамыз. Екінші жоспарды жаралы үйрек, үшінші жоспарды Әсеттің үйректі құтқаруы деп жалғастырсақ болады. Жаттығуға берілген тапсырмаға назар аударайық. Әңгімедегі етістіктерді тап, олардың дара және күрделі екенін айт. Дара етістіктер мәтіндегі салып, отыр, көтерілді, байқады, жетуі, қалыпты, байқаған, әкелді, жазылды, жетті. Күрделі етістіктер гүрс етіп, селт еткізді, жоқ еді, ұша алмай, әлсірей бастады, күмп берді, жүзіп барды, алып шықты, күтімге алды. 22-ші жаттығу. Өлең не туралы? Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Өзі мықты не деген, жүгі қандай зор еді, тіп титімдей денемен тау көтеріп келеді. Етістікті тап, дара және күрделі екенін ажырат. Өлең тасбақа туралы. Бұл жерде етістік көтеріп келеді, күрделі етістік болып табылады. 23-ші жаттығу. Мысалды оқып, әрі қарай не болатынын болжа. Құмырсқа мен шегіртке. Кішкентай құмырсқа нанның қоқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны жемтік іздеп ұшып келе жатқан торғай іліп әкетеді. Осылайша құмырсқаға күлемін деп шегіртке торғайға жем болыпты. Мысалдағы қарамен жазылған етістіктердің дара күрделі екенін ажырат. Түсіп кетеді, бізде күрделі етістік болып табылады. Күледі, бізде дара етістік болып табылады. 24-ші жаттығу. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жаз. Бізде берілген дара етістіктер өсті, жуды, жинады, озды, тоқыды. Енді осыны күрделі етістікке айналдырамыз. Өсіп кетті, жуып болды, жинап жатыр, озып бара жатыр, тоқып болды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Аяғына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, досыңа жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.